Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қазіргі мастер-класстарда хит болып жатқан ерекше гүл тәріздес самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны көріп, менімен бірге болыңыздар. Және де менің керемет рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен самсамыздың қамырын әзірлейтін боламыз. Оған бізге тұз, қопсытқыш, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, қаймақ және алдын ала иілегіштен өткізілген ұн керек. Ыдысымызды алып, алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, лопатканың, яғни қасықтың көмегімен араластырамыз. Оның үстінен қаймағымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Иілегіштен өткізілген ұнымызға тұз бен қопсытқышымызды салып, ұнда араластырып аламыз. Одан кейін барып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды тоңазытқышқа бетін жауып жарты сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз кішкене өз демін алу керек. Оған дейін салмасын әзірлейтін боламыз. Мұнда менде тартылған ет және пияз, картоп, тұз, бұрыш. Айта кететін маңызды жайт, егер сіздердің фарштарыңыз, яғни тартылған еттеріңізде құйрық май аз болса, онда осы кезде аздап сұйық май құйып жіберсеңіздер болады. Менде тартылған етімнің құйрық майы көп мөлшерде болғандықтан мен сұйық май құйған жоқпын. Және осылай салмамызды жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Және сол бөлген әр бөлшегімізді алақанымызбен сықлап, домалақ етіп ыңғайлап аламыз. Дөңгелектеген қамырымызды оқтауымыздың көмегімен жайып, шанышқымызбен шетін басамыз. Әр басқан шанышқымызды шетін кесіп, оны видеодағындай етіп біріктіреміз. Және осы біріктірген жерімізді астыға қаратып, осының үстіне салмамызды шетіне саламыз. Және салынған шетін аунатамыз. Және салмамыз шығып кетпейтіндей етіп біріктіреміз. Видеодағындай етіп аунатып, узорымызды шетіне қаратып қоямыз. Және екі шетін біріктіріп, екі шетін бүгеміз. Қазір сіздерге тағы да бір көрсетіп жатырмын. Мұқият қарап алсаңыздар болады, өте оңай. Қамырымызды жайғанда қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Егер қамыр сәл жабысыңқырап тұрса қолдарыңызға, онда аздап ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Көп сеппеуге болмайды, аздап қана. Түйген самсаларымызды формамызға пергамент қағазын төсеп, ортасын ашық-ашық етіп, оның бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағамыз және қалауларынша күнжут мак сепсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырамыз және 35-40 минут пеште пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің самсаларымыз әп-әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет. Қамыры да жұмсақ, ауызда еритін самса болады.
сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңырау жағына басып қойыңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған дәмді мекен. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.